Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін өте дәмді болып шығатын және де түрі де дәмі де ерекше творожный пирог дайындаймыз. Дәмі торттан кем емес. Жасап көруге кеңес беремін. Ыдысымызға ең алдымен ұнымызды, какаоны салып, қантымызды саламыз. Қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды теркадан ұнға батырып отырып, өткізіп аламыз. Мінекей осындай крошка пайда болды. Тестамыз дайын, ал енді салмасын дайындаймыз. Салмасына творог, қантымызды, жұмыртқамызды және де крахмалды қосып, барлығын блендердің көмегімен жақсылап бірдей масса етіп, езіп аламыз. Крошкамызды формамызға орналастырып, үстіне творожный массамызды бір келкі етіп, формамызға орналастырып аламыз. Ал енді пирогымызды қызып тұрған 200 градус пеште 2 жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Шамамен 40 минуттай уақыт кетті. Мінекей пирогымыз дайын. Пирог толық суыған соң ғана формадан шешуге кеңес беремін. Пирогымыз өте дәмді болып шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Дәмі де, түрі де торттан кем емес. Жасап көруге кеңес беремін. Жасап жатсаңыздар аз болсын. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғаныңызға рахмет. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.